қазақ қызды құрметтеген халық. Ақылдың кені арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірде ұлды болған әке сүйінші сұрап келген адамға бір қой малын беріпті. Келесіде қызды болғанда екі қойды сүйіншіге ұстатқан екен. Сонда айналасындағы адамдар: сен неге ұлды болғанда бір қойды, ал қызды болғанда екі қойды сүйіншіге атадың деп сұрапты. Сөйтсе әке: ұлды болғанда сүйіншіге бір қойды бергенім, бұл бала бір елдің қамын ойлайды, ал қыз екі елдің де қамын ойлайды деген екен. Ертең үйде ошақтың берекесі бола алатын, келер ұрпақтың анасы атанатын, екі елдің қамын ойлайтын бүгінгі қазақ қыздары аман болсын. Қыз ақылды болады, болғысы келсе. Қыз шыдамды болады, қолынан келсе. Қыз сұлу болады, уақыт берсе. Қыз батыр болады, сынға түсе. Қыз адал жар болады, жары сүйсе.